Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге өте тез дайын болатын әрі өте дәмді таңғы ас жасап көрсететін боламын. Алдыңғы жолғы видеомда қатпарлы қамыр жасап көрсеткен болатынмын. Енді осы жол сол қатпарлы қамырдан пайдаланып жасалатын таңғы ас түрімен бөлісемін. Алдыңғы жолы жасап қатырып қойған қамырды алып жібітіп аламыз. Ondan soң bir ыдысқа 2 тал жұмыртқаны шағып аламыз. Ondan soң ұсақтап туралған колбаса және де ұсақтап туралған көк пиязды қосып араластырамыз. Ondan soң табанның түбіне май жағып қыздырамыз. Қамырымызды салып аламыз. Одан соң бір жақ шетіне дайындап алған массамызды құямыз. Ondan soң бір жақ шетін қайырып әкеліп бүктейміз. Астыңғы жағы қызарған соң екінші бетіне алмастырып қызартып пісіріп аламыз. Осылайша біздің таңғы асымыз дайын. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Қоңыраушаны басып, каналыма жазылып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.